Қазіргі уақытта уақытша неке немесе жаңағыдай біреуін алып екіншісін тастап талақ қылып ары қарай жүре беру, отбасы құндылықтарын ешқандай құндылық деп қарамау, бұл діннің талабы емес. Жалпы осы ұстаз кейбір мұсылман бауырларымыз тектілікті сақтау деген бір жаңашылдық дейді. Жалпы осы тектілікті жоғалту қандай салдарға алып келуі мүмкін? Өмірде екі түрлі қолыңда диплом болу керек дейді. Қағаз диплом дейтін болады, сосын адами диплом дейтін болады. Қожа әулеті мен төре әулеті бұл жеті атаға қарамайды көбінесе. Енді адамның болмысы уақыт өтуімен өзгермейді. Таудан асқан тас бұлақ тасыса құяр теңізге, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізге деп. Ұстаз, енді біз білеміз, жаңағы шежіре кітаптары, яғни атадан балаға өтіп келе жатқан сондай шежіре кітаптары бар. Сонда мысалы ер кісілердің атауы жазылады да, әйел кісілер жазылмайды. Енді осы тұста ер мен әйелде тектілік ұғымы яғни бірдей ме? Тектілікті сақтау. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, кезекті подкастта сіздермен бірге қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі подкасттың спикері мен Елубаев Дәулет, және де бүгінгі бізде тақырыпты ашықтап түсіндіріп беретін Нұрмұбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің дінтану кафедрасының доценті, PhD доктор Түсіпхан Имаммади ұстазымыз. Ұстаз, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Бүгінгі біздің подкастымызда өте өзекті тақырыптардың бірі, яғни тектілік тақырыбы қозғалмақ. Енді соны жақсылап ұстазымыз ашып беру үшін алғашқы сұраққа көшсек, ұстаз, жалпы тектілік ұғымын сіз қалай түсіндірер едіңіз? Енді тектілік дегеніміз бұл жағы ата-ананың жалпы қанмен келетін дүние деп біз әдетте қарапайым тілмен солай түсінеміз. Бірақ негізінде бұл болмыс, адамның адамдығы деп аталатын адамдық қасиеттердің барлығы осы тектілік дейтін дүниеде жиналған. Яғни бұл тек қана жаңағы адамның тегі жақсы болса барлығы жақсы бола бермейді. Ол адамның өзінде адамдық қасиеттер мол болса, сонда бар бұл тегіне тартқан болып есептеледі. Осылай деп түсінген дұрыс шығар. Себебі мына Бұқар жыраудың айтқаны бар ғой, жаңағы таудан асқан тас бұлақ тасыса құяр теңізге, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізге деп. Бұл жерде негізге тарту деген сол жаңа тегіне тарту, өзінің көрген ортасына, тәрбиесіне, ата-анасының жүріс тұрысына, ата тегінің жаңағыдай ата тегіндегі атақты адамдардың соған қарай бой түзеп өсуі деген мағынаны білдірсе керек. Адамдық болмыс деп аталады көбінесе тектілік. Енді бұны діни қырынан және мына генетикалық ғылыми тұрғыдан екі жақтылы түсінуге болады. Генетиканы зерттейтін ғалымдар, олар жаңағыдай биологиялық адамға берілетін текпен жаңағыдай генінде ары қарай жалғасатын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын кейбір бейімділіктер туралы айтылады. Діни тұрғыдан да бұл жаңағы тәрбие, көбінесе тәрбие әрі тәлім жағынан көбірек айтылады діни тұрғыдан алған кезде. Машалла. Әдемі. Жалпы ол тектілік, осы қазақ халқында жеті атаны сақтау, сол тектілікке жатады ма? Енді жеті атаға дейінгі қыз алыспау және бұл белгілі деңгейде ұлттық тұрғыдан алған кезде мына ұрпақтар арасындағы қарым-қатынасты күшейту үшін қойылған біріншіден норма бұл кезіндегі. Қарап отырсаңыздар, мынау Қожа әулеті мен төре әулеті бұл жеті атаға қарамайды көбінесе. Бұл тарихта да мәлім, бірақ дегенмен қазақ халқында бұл норманың қойылуы өте орынды болған. Бұл жерде жаңа тегін білу, тектілік, немесе жаңа жеті атаға дейінгі некелеспеу заңы, бұл өзінің ата тарихын білуге деген бір түрткі болып есептеледі. Сол түрткі арқылы адам өзінің тарихын, әрбір ұрпақ өзінің тарихын, өзінің кім екендігін, қайдан келгендігін, қайда бара жатқандығын,
ұғына отырып ойламды ұрпақ болады. Бұндай ойламды ұрпақтан өзінің жеті атаға дейінгі туыстарының барлығын туыстық қарым-қатынаспен, туыстық көзқараспен қарағандықтан оған бір жат пиғылмен, жат оймен, санасыздықпен қарамайды. Сондықтан да бұл туыстық байланысты арттыратын, туыстық байланысты күшейтетін, тайпалар арасындағы қарым-қатынасты күшейтетін, айта берсеңіз ары қарай тұтас мына елдің тұтастығын көздейтін кезіндегі мына ұлан-ғайыр жерді сақтап қалу үшін арнайы қойылған норма болып саналады. Бұл әрине қан тазалығына да әрине себеп болады. Себебі дінде де бұл нәрсе айтылады, ең төменгі шектеуді пайғамбар көрсеткенімен одан арғы шектеу қойылмаған. Яғни мұбахта шектеу жоқ. Оны мемлекет шектей алады. Яғни мемлекет басшылары, хандар, сұлтандар оған бір маслахатты көздейтін болса, мысалы бір белгілі бір мүддені көздейтін болса, осындай нормалар шығаруына болады. Бұл деген сөз қазіргі кейбір жат ағымдағылардың айтып жүрген сияқты, Алла тағаланың халал деп қойған нәрсесін не үшін сендер тыйым саласыңдар, жеті атаға дейінгі үйленбеу ол бір бидғат немесе жаңағындай дінге қарсы дүние емес. Бұл керісінше ең бірінші парыздардың бірі бұл текті сақтау болып келеді. Одан кейінгі парыздардың бірі мына отанды сақтау, жерді сақтау, мүлікті сақтау. Отан сақтау үшін елдің бірлігі керек. Елдің бірлігі болу үшін мына тайпалар арасындағы, рулар арасындағы қарым-қатынас өте тығыз болу керек. Ал егер мына осындай кең байтақ жерде өмір сүрген қазақ халқы өзінің руластарынан некелесе беретін болса, онда басқа рулармен қарым-қатынас үзіледі. Осылайша бұл рулар арасында қарым-қатынасты әлсірету арқылы жалпы мемлекеттің тұтастығына зиян келтіреді, мемлекеттің тұтастығы зардап тартады. Осы тұрғыдан қараған кезде бұл мемлекеттің тұтастығымен тығыз байланысты дүние, ал мемлекеттің тұтастығы бұл жаңағы ораза намаз тоқтықта деген сияқты біздің діни құлшылықтарымыздың орындалуы, біздің бостандықта өмір сүруіміз, қарапайым жаңағы тыныштықта өмір сүруіміз, экономикалық тұрақтылық, бұның барлығы мемлекеттің тұрақтылығына байланысты. Сондықтан да бүкіл діни рәсімдер, парыздар, басқа да ритуалдардың барлығы осы мемлекет тұрақты болған уақытта жүзеге асады деген сөз. Сондықтан бұл жеті атаға дейінгі қыз алысу мәселесі қазіргі таңда жалпы халықтық деңгейде бұл сақталып келе жатыр. Бұл өте нұр үстіне нұр дүние. Бұны жоюға болмайды, бұны ары қарай жалғастыру керек нәрсе негізінде. Машалла. Алла разы болсын ұстаз. Келесі сұрағымыз бізде тектілік пен тәрбие бір-бірімен қаншалықты байланысты? Енді текті әулеттің ұрпағы немесе текті атаның ұрпағы деп жатқан кезде біріншіден балаға сен осындай ұлы адамдардың ұрпағы болғансың. Сенің ата бабаң мынандай керемет адамдар болған деу арқылы оған бір тәрбиелік мән береді. Сол арқылы адамдарға біз осындай текті әулеттің ұрпағымыз немесе текті атаның ұрпағымыз деу арқылы өзін соларға лайық емес жаман әдеттерден сақтандыру, бұл тәрбиенің басында жатқан дүние. Сондықтан да мысалы аузында иманы бар, қолында Құраны бар деген сияқты сондай иманды ұрпақ бұл текті болу керек. Имандылыққа жатпайтын, тәрбиеге жатпайтын, қазақы құндылықтарға жатпайтын дүниені біз істемеуіміз керек дейтін адамның арғы түп санасында, әр ұрпақтың санасында бұл нәрсе жатса, ол кез келген жаман әдетке бара жатқан кезде өзін өзі ұстайды сол жерде. Шешуші кезеңдерде осы жаңағы тектілік дейтін нәрсе, тәрбие дейтін нәрсе адамды алып шығады. Ел басына күн туған кезде және өз басына күн туған кезде де осы тәрбие, тектілік рөл атқарады. Сондықтан тәрбие мен тектіліктің арасында үлкен айырмашылық бар. Тіптен екеуі бір-бірімен
қабаттас ұғым, бір-бірімен бірдей ұғым деп те қарастыруға болады. Осы тұста ұстаз, жалпы қазіргі таңда, қазіргі заманда тектіліктің өлшемі өзгерді ме? Енді адамның болмысы уақыт өтуімен өзгермейді. Әр адам өмірге келген кезде ол адамдық болмыспен өмірге келеді. Яғни оның фитратында, біз айтамыз, болмысында негізінде адамдық құндылықтар бар. Оның бүкіл жасушаларында, оның бүкіл жаңағыдай генінде сол адамдық құндылықтар жатады. Ал сол адамдық құндылықтар уақыт өткен сайын адамның санасынан өше ме, ол туылған ұрпақтан өшпейді. Бірақ солған деген бейімділіктер өшуі мүмкін. Қабілеттер өшуі мүмкін. Себебі ортада ол нәрсені көрмейді. Мысалы, құс ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Оның өскен ортасы, қоғамы, оған үйреткен тәлім тәрбие басқаша болса, әрине өлшемдерде соған қарай болады. Адамдық құндылықтар берілмей жатса, мысалы ата-анасынан ол адамдық құндылықтар үйренбесе, мектептен, ұстаздан үйренбесе, жалпы қоғамнан, достарынан, қоршаған ортасынан ол дүниелерді, тәлім тәрбиені, тектілікті көрмесе, өзінің ұлтынан, ұлы тұлғалардан, ел алдында жүрген азаматтардан азаматтықты көрмесе, онда ол өлшем соған қарай жаңағыдай тектілікті осы деп өлшеуі мүмкін қазіргі ұрпақ. Сондықтан да біз әсіресе мынау ел тұтқасын ұстап жүрген азаматтар, ел алдында жүрген азаматтар, және рухани саланың тізгінін ұстап жүрген азаматтар ұсақталмаса, соған қарай біздің ұрпақ та ұсақталмайды деген сөз. Машалла. Осы қазақ халқының, яғни тегін білмеген тексіз дейді. Бұл сөздердің астарында қандай мән жатыр? Енді бұл тектілік жалпы Абай айтады ғой, адамның адамдығы ақыл мен ғылымда дейді. Ойламында, яғни өзінің санасында деген сөз. Ал одан кейінгі жүре қалыптасатын дүниелерді оның жақсы ата-анасы, жақсы ұстазы, жақсы ортасы, жаңа достар қалыптастырады дейді. Ал енді осы жақсы ой адамға қайдан келеді? Жақсы ой әрине осы жаңағы адамның көрген тәрбиесімен, өскен ортасымен келеді. Ал ол өскен ортасында менің өткен тарихым, мен қайдан келдім, қайда бара жатырмын, қандай адам болуым керек дейтін түсінік әрине осы тегін білетін адамдарда көбірек сақталады. Ал өзінің кім екендігін білмейтін, өзінің қандай ұлтқа, немесе қандай мәдениетке, қандай тарихқа, қандай жаңағыдай құндылықтарға екенін білмейтін адам, одан еш нәрсе шықпайды, одан тектілік шықпайды. Сондықтан да бұл тарихына деген, мәдениетіне деген, ұлтына, тіліне, дініне деген сүйіспеншілік, отанына деген сүйіспеншілік осы жаңа тектіліктен беріледі. Яғни тектілік тәрбиесінен беріледі. Ал оның өзінің атасын білмеген, өзінің жұртын білмеген, өзінің кім екенін, қайдан келгенін, жалпы қай жерде өмір сүргенін, қандай ұлтқа тиесілі екендігін білмеген адам, ол көптеген құндылықтардан жұрдай болады. Оған өмір сүру керек болды. Жаңағыдай жалпы жеке бастың, қара бастың қамын күйттейтін, елін ойламайтын, жұртын ойламайтын, жалпы тілін, дінін, мәдениетін, тарихын құрметтемейтін ұрпақ жаңағы сол өзінің тегін білмейтін, тексіздер деп отырған жаңағы ұрпақтан шығады. Сондықтан бұл тегін білмеу, тектілік дейтін, бұл тікелей өзінің тарихын, өзінің мәдениетін, жеті атасын, жалпы ата тегін білу деген сөз өзінің тарихына, мәдениетіне қанық деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да өзінің мәдениетіне, ұлтына, өзінің тарихына қанық ұрпақ, ол ешқашан тексіздікке бармайды, ол жаман әдеттерге, жаман жолдарға түспейді деген сөз. Жақсы ұстаз, келесі бір сұрағымыз осы тектіліктің айналасында. Жалпы бала туылғанда фытратынан, яғни таза болып туылады дейді. Осы тақырыпты бір кеңінен ашып берсеңіз. Енді пайғамбардың хадисінде әрбір бала фитратпен туылады дейді, яғни болмысы таза болып туылады. Бұл шынымен де
философиялық тұрғыдан қараған кезде де, діни тұрғыдан қараған кезде де адамның өмірі жаңа парақ ашылады туылған кезде. Оның тегінен жалғасатын дүниелер тек қана тәрбиелік ортасы әрі сол генінде сақталатын бейімділік деп қана түсіндіреді. Бұны ғылымда да бейімділік деп есептеледі. Мысалы, кейбір балалардың өнерге, қол өнерге дейтін, немесе жаңағындай бір белгілі бір бағытқа бейімділігі болуы мүмкін. Туада. Біреулер спортқа бейім болуы мүмкін, жаңағыдай физикалық ірі болуы мүмкін деген сияқты. Бұлардан бөлек адамның жалпы таңдау еркі әр адамда өз бар, 100% адамның таңдау еркіндігі бар, ал сол бейімділіктерді қалай пайдаланады, соған байланысты. Бұл жерде көбінесе мына жаңағы жат ағымдағылар адамға ешқандай тегі әсер етпейді. Ол қандай жағдайда туылса да, жаңағындай зинадан туылса да, кімнің баласы болса да, ол маңызды емес. Ол кейіннен ол дінге, иманға келсе болды, ол ешқандай да бұрын кім болғаны маңызды емес деп айтып жатады. Бұл дұрыс нәрсе емес. Себебі оның өткен тарихынан берілетін кейбір бейімділіктер бар. Бейімділік пен тәрбие. Сол тәрбие ода қалыптасып қалады. Ол тәрбиені басқа бағытқа бұру өте қиын болады. Сондықтан да бұл екі жақты дүние деп айта аламыз. Әрине, ерік таңдау жағынан адам фитратпен туылады. Бүкіл туылған балалардың болмысы, адами болмысы бірдей болады. Яғни жаңа парақ сияқты, әппақ парақ сияқты, жауапкершілігі ешқандай жоқ. Яғни ата-анасы кім болғанына байланысты ол бала жауапкершілікке тартылмайды. Қандай жаңағындай ата-анадан туылса да, ол өзінің еркімен ары қарай ақыл есі кірген уақытта өзінің еркімен жақсы адам бола алады деген мағынада айтылған дүние, хадистегі айтылған мәселе. Ал жаңағындай бейімділіктер, тәрбие ол мүлдем басқа нәрсе. Сондықтан біздің жаңа айтып отырған тектілігіміз осы бейімділіктерге байланысты және тәрбиесі қалдырған ортасына байланысты. Ата-анасының қалдырған ортасы, ата-анасының араласқан адамдары, ата-анасының қалдырған ізі, артына қалдырған ізі жақсы атағы. Сондықтан бәле кімнің баласысың деген кезде, бәленшенің баласымын деген кезде, ол ата-анасы керемет адам болғандығын естісе, ол бала соған қарай өз-өзін ұстап, өз-өзін тәрбиелі көрсеткісі келеді. Соған лайық болғысы келеді. Егер есті бала болатын болса. Бұл тектілікті сақтау дейтін осыдан келіп туындайды. Ұстаз, осы ұлттық дәстүрлер мен салт сананың тектілікке ықпалы қандай? Енді бұл ұлттық салт сана дейтін дүние жалпы дін мен мәдениеттің бір көрінісі ғой. Ұлттық салт сана қайдан шығады? Ұлттық салт сана бір ұлттың тарихи сонау ғасырлардан бері ұстанып келе жатқан негізгі принциптерінің жиынтығы. Ұлттық салт сана әрбір салттың өзінде бір тәрбиелік мән жатады. Сол тәрбиелік мән арқылы осы ұрпақтың тәрбиесіне, ұрпақтың тектілігін сақтауға ол үлес қосып отырады. Сондықтан да бейберекетсіздік, жаңағыдай ешқандай тәртіп жоқ, ешқандай да жаңағыдай еш нәрсе сақталмаған жерде, тәртіп, тәрбие сақталмаған жерде, дәстүр сақталмаған жерде, ол жерде тектілік болады деп айту қиын. Сондықтан да салт дәстүр, әдет ғұрып сақталған жерде міндетті түрде ол өзінің тегіне, жаңағыдай ұлтына, ата тегіне, ата бабасының жүрген жолымен жүреді. Ол енді қазіргідей кейбір кісілердің орындап жүргендей тек қана форманы орындау емес, ол форманы орындаған кезде оның бір тәрбиелік мәні ар жағында жатқан бір астарлы қыры болу керек. Ал оның астарлы қырын орындамаған жағдай, тек қана формасын орындаған жағдайда оның ешқандай да тәрбиелік мәні болмайды. Сондықтан біз салт дәстүрді ұстанады екенбіз деп, жаңағы тек қана формасын ұстап, оның ішкі мән мазмұнынан айырылып қалсақ,
ол тек қана бір көріністен басқа еш нәрсе болмайды. Оның ішкі мазмұнымен қоса ұстанған дұрыс. Әрине қазіргі уақытта ақпараттың заманы, қазіргі уақытта жаңағы глобализацияның, жалпы урбанизацияның уақыты, бірақ осы біздің салт дәстүрлерімізді қоғамға, уақытқа, заманға сәйкестіріп, негізгі мазмұнын, оның түпкілікті мақсатын түсіне отырып, біз бүгінгі қоғамға бейімдесек, сонда ол салт дәстүрлерді орындаған адам ұрпақ тәрбиесін де қатар алып жүрген болады. Келесі сұрағымыз, ұстаз, бүгінгі жастар өз тегіне, шыққан жеріне қаншалықты мән береді деп ойлайсыз? Енді жастардың барлығына топырақ шашуға келмейді. Әрине тәрбиесі бар, ата-анасынан тәрбие алған жастар көп. Олар өздерінің шыққан тегіне мән береді, жеті атасын жаттап өседі. Тіптен мектепте де кейде осындай тәрбие сағаттарында осындай жеті атасын жазып келу, немесе жаттап келу дейтін сияқты тапсырмалар беріліп жатады. Әрине бұл енді кейбір өмірінде трагедиясы бар ұрпақтар үшін соққы болуы мүмкін, бірақ дегенмен жалпы халықтық деңгейде бұл өте орынды дүние. Бұл тетіктер бізде сақталған. Әрбір ұрпақтың жеті атасын білуі, тегін білуі, бұл бүгінгі қоғамда тиісті деңгейде насихатталып келе жатыр. Бірақ дегенмен мынау кейбір жат ағымдар, діни ағымдар және қазіргі мына батыстық тенденциялар біздің ұлттық дәстүрімізден, осындай тектілігімізден айыратын кейбір іс-әрекеттер, дарақылық, даңғазалық дейді ғой. Арзан күлкі, арзан ойын, бұлардың барлығы адамдарды жаңағындай кімнің кім болуы маңызды емес, жалпы адам болып өмір сүруге маңызды деген индивидтік көзқарасқа қарай алып кетіп бара жатыр. Сондықтан да бұдан барынша қаншалықты сақтана аламыз, соншалықты біз діни құндылықтарымызды сақтай аламыз, біз ұлттық құндылықтарымызды соншалықты сақтай аламыз деген сөз. Ал қазіргі ұрпаққа мүмкін насихаттау жолын өзгерту керек шығар. Бұрын ата-аналары жаңағындай радиодан, телевизордан, басқа ақпараттық құралдардан бұл насихаттар жүргізілген болса, қазіргі уақытта оның форматын мүмкін өзгерту керек шығар. Жастар көбінесе нені тыңдайды, кімді тыңдайды, сол аудиторияны, сол жаңағындай контентті ұстау арқылы насихатты соған қарай бұру керек болады. Себебі қазіргі уақытта мына ұрпақтар арасындағы қақтығыс өте күшті. Бұрынғы уақыттарда мына аграрлық қоғамда болсын, мына индустриалды қоғамда болсын, ұрпақтар арасындағы бір-бірін түсіну, бір-біріне сәйкестік өте қарқынды емес тұғын. Ол мысалы 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейтін бұрынғы түсініктер қазір жоқ. Мысалы бір жыл мен бір жылды салыстыруға келмейді қазір. Бір ұрпақпен екінші бір 10 жылдықтағы ұрпақ мүлдем басқа жағдайда. Сондықтан осындай ақпараттың заманында мүмкін осы насихаттау жолын басқаша форматқа ауыстырған дұрыс болады. Себебі бұлай айтылған дүниелерді, ұзақ әңгімелерді қазіргі жастар тыңдап отырмайтын шығар мүмкін. Сондықтан да оның жастардың тілін табу керек, жастардың тілімен жеткізу керек. Сонда ғана біз жаңағындай саналы ұрпақты солай сақтап қала аламыз. Болмаса біз өз алдымызға насихат айта береміз, олар өз алдына жаңағындай өзінің ортасы бөлек, өз алдына жүре береді, тәрбиесі бөлек, тәрбиелене береді. Біз ойлаймыз, тәрбиелеп жатырмыз, айтып жатырмыз, жаңағыдай үйде айтып жатырмыз, әжесі айтып жатыр, әкесі айтып жатыр, ұстаз айтып жатыр, мұғалім айтып жатыр. Бірақ оның тыңдайтыны, оның ескеретіні мүлдем басқа орта шығар. Сондықтан да осы контентті дұрыстап пайдалану керек. Бірақ жастарға сол тегін үйретуге тікелей ең әуелі ата-анасы жауапты ма? Яғни ата-аналары тектілікті әр отбасында үйретуі қажет па?
Әрине, ата-анасы бұл ең баста жаңағы айттық қой, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп. Отбасында қандай тәрбие көреді, соған байланысты болады. Яғни бұл төптен ары қарай қозғай берсеңіз, мысалы тәрбие тал бесіктен деп қазақ айтады. Мұсылмандық мәдениетте де бұл дүние айтылады. Мысалы пайғамбардың тегін білуі, оның тегінде ешқандай жаңағындай жаман әдеті бар адамдардың болмауы, барлығы да бір үлкен ұлы тұлғалар болғандығы туралы, Құрайш әулетінен, Хашим әулетінен шықтым деп пайғамбардың өзінің хадистерінде де келеді. Содан діни тұрғыдан алған кезде, қазақи тұрғыдан алған кезде де жалпы адамның тегін ата-анасы үйретеді. Яғни бала таптаза күйінде, ақпарақ күйінде өмірге келуі мүмкін, бірақ ары қарай соны ата-анасы тәрбиелейді. Бұл баланың бойында бейімділіктер ғана бар. Тек қана жаңағыдай жаман әдеттер тумыста қалыптаспайды адамға. Жаман әдеттермен туылмайды адам. Бірақ сол жүре келе жаман әдеттерді жұқтыруы мүмкін. Сол бейімділігі ортасына қарай, ата-анасының тәрбиесіне қарай сол бейімділігі арта түседі. Мысалы өнерге дейтін, ғылымға дейтін бейімділігі болатын болса, сол ата-анасының тәрбиесі арқылы, бұны Абайда жақсы айтады. Басында бала мәжбүрлі түрде жаңағындай кейбір нәрселерді үйретуі мүмкін балаға, күштеумен. Кейін келе ол сол ғылымды, білімді ойлана келе, ой тоқтата келе қабылдайтын болады дейді. Сондықтан да баланы жастан дейді ғой қазақ. Сонда жас кезінде балалардың тәрбиесіне мән берілу керек. Бұл бірінші кезекте осы ата-ананың жауапкершілігі, ата-ананың ең үлкен бұл дүниедегі сынағының біреуі де осы бала. Яғни сол бала ата-анасының жауап бермеуі мүмкін кей жағдайда. Әрине қартайғанда оның жаңағындай бап қағуына жауапты болатын шығар, бірақ дегенмен тәрбиесіне байланысты баланың ешқандай жауапкершілігі жоқ. Бірақ ата-ананың себепкер болуы арқылы ұрпақтың алдында үлкен жауапкершілігі бар. Сондықтан да таза ата-анадан таза ұрпақ келеді дейтін дүние осыдан шығады. Сондықтан мұсылмандық мәдениетте де бұл тектілікті, өзінің тегін сақтау, өзінің ұрпағын сақтау, өзінің кім екендігін сақтау өте маңызды. Бұл ата-ананың мойнындағы ақ некемен қосылу, сол арқылы ұрпақ өрбіту, бұл өте маңызды. Сол арқылы ұрпағын, бұл айтқан кезде тәрбиелі, әрі жаңағындай адал аспен асырауы да оның ата-ананың мойнындағы үлкен міндеттердің бірі. Машалла. Ұстаз, енді біз білеміз жаңағы шежіре кітаптары, яғни атадан балаға өтіп келе жатқан сондай шежіре кітаптары бар ғой. Сонда мысалы ер кісілердің атауы жазылады да, әйел кісілер жазылмайды. Енді осы тұста ер мен әйелде тектілік ұғымы яғни бірдей ме? Тектілікті сақтау. Енді жалпы адамның табиғатына байланысты дүние бұл. Бұл жерде ешқандай гендерлік жаңағындай кемсітушілік басқа жоқ. Ұрпақтың танылу үшін, мысалы айтады қазақта, жен ел болмайды, желке ас болмайды деп жатады. Жен ел болмайды деген не деген сөз? Бұл ұрпақты араластырмауға қатысты норма негізінде. Мысалы қыздан туылған жиен ол сол рудың елі бола алмайды деген мағынаны білдіреді. Яғни жиенді асырап алу құпталмайды. Қазақы дәстүрде де, мұсылмандықта да. Оның ата тегі арқылы, ата жағынан, әке жағынан берілген текті сақтау маңызды. Сондықтан да екі жақты бірдей сақтау мүмкін емес. Сондықтан да бұл тек қана жағындай әкесі нақты белгілі болса, оның тегі, ата-анасы, жаңағы әкесі, оның әкесі дегендей, бұл ұрпақтың тізбегі осы арқылы
сақталады. Бұл болмысқа байланысты дүние. Ал тек қана жаңағыдай бүкіл адамзат анасына қарай тегін қуалап өскен болса, мүмкін бүгін анамызбен тегімізді анықтап, соның фамилиясын алып, ары қарай солай отырар ма едік. Бірақ бұл тарихтың бастауынан бастап жалпы адам табиғатына байланысты, мысалы бұрынғы уақыттарда жаңағыдай полигамия дейтін көп әйелділік мәселесі болған. Сол кездерде де адамның тегін сақтау үшін әрине оның жаңағыдай бір әкеден тарауы маңызды болып тұр. Ал әйелдермен есептейтін болсақ, онда әрбір бала, мысалы бір әкеден туылған бір отбасындағы балалардың тегі әртүрлі болып шығуы мүмкін. Әр рудың адамдары, әр тайпаның адамдары болып шығады дағы, олардың қарым қатынасына да бір ерекше бір сызат түсіруі мүмкін. Сондықтан да кейде мысалы бір әке бірінші әйелінен бірнеше ұрпақ болуы мүмкін, одан кейін әйелі қайтыс болып кетеді, немесе ажырасып кетеді. Сондықтан бұл жерде отбасының ұйытқысы ретінде центрде тұрған адам бұл әке болғандықтан, отбасының ұйытқысы ретінде ата текті біз негізгі бағыт қалғандықтан, бұл ата текті сақтау көбінесе шежірелерде осы әкемен байланысты болып келеді. Ал шешемен санау егер бүкіл қоғамға жалпыласқан болса, ол да болуы мүмкін. Бірақ ол кезде жаңағыдай көп әйелділік, немесе жаңағындай бірінші әйелден екінші, одан кейін ол қайтыс болғаннан кейінгі ұрпағы бір отбасы болмауы мүмкін. Ол екеуі екі отбасы болуы мүмкін. Сондықтан да туыстық қарым қатынас ары қарай араласу, тіптен бұны айта берсеңіз, екі әкесі бір екі қыз бен баланың, ұлдың бір-біріне некелесуіне дейін алып баруы мүмкін. Сондықтан бұл ұрпақты араластыруға барып тіреледі. Бұл сан ғасырлардан бері қаншама ғұлама, қаншама жаңағыдай ойшылдардың сүзгісінен өткен дүние. Сондықтан бұны қайтадан қарастыру менше дұрыс емес. Осы ата тек арқылы мұсылмандық мәдениетте де, мұсылмандық құқықта да, біздің қазақы дәстүрде де осы шежіре ата тек арқылы беріліп отырады, әрі сол арқылы сақталады деген сөз. Жалпы ұстаз, қазіргі қоғамда тектілікті қалай сақтап қалуға болады? Енді қазіргі қоғамда тектілікті тек қана жаңа ұлттық дәстүрді қазіргі қоғамға бейімдеу арқылы, әдет ғұрып заңдарын қазіргі қоғамға бейімдеу арқылы, сол арқылы сақтауға болады, тәлім тәрбие арқылы сақтауға болады. Жалпы ұлттың тегі бір ұлт бір ұлттан артық болмайды әрине, бірақ дегенмен өзіндік кодтары болады, өзіндік ерекшелігі деп айтамыз. Өзіндік ерекшелігі болады. Сондықтан қазақтың дәстүрінде, қазақтың мәдениетінде басқа ұлттардан, басқа ұлыстардан ерекшелейтін біздің ұлттық мәдениетіміз бар. Дінді ұстау ерекшелігіміз бар. Яғни дінді біз дәл түріктер сияқты, немесе арабтар сияқты, басқа Шығыс Азия халықтары сияқты ұстанбаймыз. Біздің өзінің қазақылық ұстану жолы бар. Сол арқылы ұстанса, ол ұлттық дәстүрмен сәйкес келсе, сонда барып бұл ұрпақта тектілікті сақтай аламыз, сол арқылы мәдениетті сақтай аламыз, сол арқылы тарихты сақтай аламыз. Тектілікті сақтау дегеніңіз міне осы ұлттық мәдениетті сақтау, ұлттық дәстүрді сақтау, жалпы айналып келген кезде бүкіл адами қасиеттерді сақтау. Бірақ адами қасиеттерді сақтауға дейтін тәлім тәрбие әр ұлтта әртүрлі жүреді. Адами қасиеттерді сақтаудың, үйретудің методологиясы әр ұлтта әртүрлі болуы мүмкін. Біреулері жаңағындай жаман болады, былай істеме деген сияқты ұсақ түйек, мысалы қазақта ырымдар, тыйымдар бар ғой, неше түрлі. Бұл ырымдар, тыйымдардың астарында көптеген тәлім тәрбиелік дүниелер жатыр. Біздің салт дәстүрімізде, әдет ғұрыптарымызда көптеген тыйымдар мен көптеген жаңағындай құндылықтар жатыр. Сол құндылықтар арқылы адам өзінің тегін сақтай алады, тәрбиесін сақтай алады. Сондықтан да әр
ұрпаққа мысалы сенің ата тегің мынандай адамдар болған деп үйретудің өзін сондай ұрпақ, сол әулеттің ұрпағымын немесе осындай атаның ұрпағымын деген сананы сіңіргендіктен ол өзін кез келген ортада солай ұстайды, өзін шешуші сәттерде жаңағындай жаман әдетке бой алдыратын кезде немесе елдің алдында жүрген кезде сондай ерекше бір қабілетімен ортаға шығады. Сондықтан бұл тектілік сол іс-әрекеті арқылы көрінеді адамнан. Бұл жаңағыдай бәленбайдың ұрпағы, бәлен жаңағыдай керемет адамның ұрпағы дегенмен ол адам текті болып кетпейді. Жаңағыдай айтады ғой, алла тағала Құран кәрімде де айтады, өліден тіріні, тіріден өліні шығарамыз дейді. Яғни керемет тұлғалы адамдардың ұрпақтары кейде ұсақталып, кейде ата бабасына ешқандай да жаңағыдай жараспайтын іс-әрекеттерге барып жататындар да бар. Ал өзінің ата тегін сақтап ірілік көрсететін ұрпақтар да жетеді. Сондықтан да ол ұрпақтар не үшін жаңағыдай ұсақталып кетеді? Ол өзінің ата тегінің кім екендігін білмей, сол ортадан ажырап қалғаннан кейін барып, басқа мәдениеттің немесе басқа ортаның тәрбиесіне өтіп кеткеннен кейін барып, сол ата тегінен ажырап қалып жатады. Сондықтан бізде осы қазақтың шежіресімен және діни түсініктермен, тіптен жаңағындай қазақ түсінікте де, діни түсінікте де бұл баланы туылғаннан кейін тәрбиелеу емес, туылмай тұрып тіптен адам өзін тәрбие дейтін нәрсе бір күнде жаңағындай ата-ана болғаннан кейін мен тәрбиелеймін емес қой. Адам өзі жастайынан тәрбиелі болып өсу керек, ұрпағын тәрбиелеу үшін. Жастайынан көргені болу керек. Көргенсіз деп жатады ғой жаңағы. Өзінің ортасынан досты жақсылап таңдау керек. Ата-анасын енді таңдау мүмкіндігі жоқ, бірақ ата-анасының жаңағындай жақсы тәлім тәрбиесін алу керек, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп, осылай өзін тәрбиелеп өсірсе, ары қарай ол ұрпағын тәрбиелей алады. Сондықтан біз қазіргі уақытта ата-аналарды тәрбиелеу емес, ұрпақты тәрбиелесек, ол ұрпақ өзінің ұрпағын тәрбиелейді. Сол арқылы ары қарай бұл нәрселер жалғаса береді деген сөз. Жалпы осы ұстаз кейбір мұсылман бауырларымыз дінде, жалпы исламда, яғни ол тектілікті сақтау деген бір жаңашылдық дейді. Жалпы осы тектілікті жоғалту қандай салдарға алып келуі мүмкін? Енді бұл өзі ислам дінінде де дарурат хамса дейтін дүние бар. Бұл дінді қорғау, ақылды қорғау, мал мүлікті қорғау, нәсәпті қорғау, және денсаулықты қорғау дейтін, хифзун нәфс дейтін осындай үлкен дарурат хамса дейтін принциптер негізінде бұлардың барлығы адамға болмаса болмайтын, міндетті түрде сақталуы керек дүниелер. Соның ішіндегі біреу нәсәп, яғни өзінің ата тегін сақтау, кімнің кім екендігін білуі, ата тегін білуі деген мағынаны білдіреді. Яғни бала өзінің әкесінің кім екендігін білу керек. Мысалы қазіргі уақытта уақытша неке немесе жаңағыдай біреуін алып екіншісін тастап талақ қылып ары қарай жүре беру, отбасы құндылықтарын ешқандай құндылық деп қарамау, бұл діннің талабы емес. Діннің де талабында некені мисақун ализ деп айтады. Ол ауыр серт, үлкен серт. Отбасын неке дейтін дүние бұл уақытша дейтін дүние емес, түбегейлі негізгі келісім шартқа отырған кезде өмірлік деген мән жатады ол жерде. Уақытша дейтін болса, ол неке Құдайдың алдында үлкен жауапкершілік, ол күнә болып саналады. Оны ертең ақыретте адамнан Алла сұрайды. Ниетін былай айтқан кезде. Ал енді біз ол адамдардың ниетін біле алмаймыз. Сондықтан да неке негізі түбегейлі келісім шарт болғандықтан бұл өмірлік болу керек. Өмірлік болу керек. Отбасын сақтау, бұл ең үлкен отбасы кіші мемлекет дейді ғой. Бұл
қоғамның тұтастығына байланысты дүние. Отбасы институты жоғалды деген сөз бұл қоғам ыдырады деген сөз. Ал қоғам ыдыраса бір ұлттан, бір мемлекеттен береке кетеді деген сөз. Сондықтан да қазіргі батыс елдерінің ең үлкен алаңдап отырған мәселесі отбасын сақтап қалу, отбасы құндылықтарын сақтап қалу. Ал енді бұл дәстүрлі исламда отбасы құндылығы өте жоғары. Ал кейбір ағым өкілдерінде бұл отбасы ойыншық сияқты. Бүгін алып, ертең талақ қылып кете береді, немесе жаңағыдай ұрпаққа бір жауапкершілікпен қарамайды. Біздің шариғатымызда нәпақа дейтін нәрсе бар. Ол жаңағындай отбасын асырау дейтін жауапкершіліктер бар. Бұл өз жағынан ғана қарамау керек қой, өзінің ұрпағы да бар оның ішінде. Өзінің қыздары да бар, жаңағыдай туылып жатқан нәрестелердің ішінде өзінің қыздары да бар деген сөз. Ол ертең белгісіз ұрпақ болатын болса, бір күні анаған үйленіп, мынаған үйленіп жүргенде Құдай сақтасын, өзінің қарындасына, өзінің қызына да үйленуі мүмкін. Сондықтан бұл тектілікті сақтау дейтін бидғат емес, діннің ең үлкен талаптарының бірі, ең басында тұрған талаптарының бірі. Ол ешқандай да жаңашылдық емес, бүкіл Құранның, хадистің рухында жатқан дүние. Ол тектілікті сақтау, ол өзінің тегін білу, бұл өте маңызды. Ол құқықтық қарым-қатынастарда жаңағындай шариғат нормаларында да кеңінен жаңағындай орын рөл ойнайды. Сондықтан да бұл білімнің таяздығынан жаңағындай уақытша адамдарды осы мына ағымға қызықтыру мақсатында, немесе сол ағымның жаңағындай уақытша бір тенденциясы деп айтуға болады. Сондықтан ол ағымның өзінің түбіне де сол жаңағындай тектілігін сақтамауы, отбасы құндылығына мән бермеуі, сол ағымның түбіне сол өзі жетеді. Сол проблема ретінде жеткілікті. Себебі бізде көп жағдай орын алады. Үйленген кезде ешкімнен ақыл сұрамайды, бірақ басы жаңағындай қиындыққа түскен кезде, балаларының қиналғанын көрген кезде, әйелдерімен проблемасы болған кезде, сол кезде барып дәстүрлі дін өкілдеріне келіп жүгініп пәтуа сұрайтындар өте көп. Сонда барып жаңағындай ақыл сұрағыштар көбейеді. Не істесем екен деген. Істі істеген кезде басында оны ешкіммен ақылдаспайды. Сол жағы ағым өкілдерінің арбауымен ары қарай кете береді. Сөйтіп бұл отбасы дейтін дүние ойыншық емес. Бұл бала дейтін нәрсе қолдан жасап алатын дүние емес. Адамның ет жүрегінен бөлініп шыққаннан кейін ол балаға дейтін ата-ананың жауапкершілігі болу керек, махаббаты болу керек. Сол арқылы ұрпақ арқылы адам мың жасайды, мың жасау керек. Ары қарай өмірін сол арқылы жалғастыру керек. Бұл адамның өмірін жалғастыратын дүниелердің бірі жаңағыдай ақыл есі дұрыс болуы, еңбек ету құқығы, сонымен қатар ары қарай ұрпақ сүюі, бұл адамның өмірін жалғастыратын нәрсе. Ал ұрпақ маңызды болмаса, онда адам болудың да қажеті шамалы болады. Машалла. Жалпы ұстаз, осы тектіліктің көрінісін сіз кімдерден байқайсыз? Енді тектіліктің көрінісін мынау қолына байлық пен билік берілген кезде, жаңағыдай аспайтын, саспайтын, қиыншылық келген кезде, басына іс түскен кезде, өзін өзі ұстай алатын ұстамды, сабырлы адамдар, және өзіне билік пен байлық берілген кезде асып тасып кетпейтін адамдарды тәрбиелі, текті адамдар деуге болады. Ал өз отбасынан, жалпы ата тегінен молшылықты көрмеген, жаңағыдай таршылықты білмеген, көптеген құндылықтардың қадірін білмеген адамдар кейде қолына билік берілген кезде есіріп кетеді, артық іс жасап қояды, немесе байлық берілген кезде де солай ысырапқа, басқаға, түрлі дарақылыққа, даңғазалыққа бой алдырып жатады. Бұл тексіздік деп осыны айтуға болады. Тәрбиесіздік, тексіздік. Тектілік, мына тақуалық,
діндарлық үнемі жаңағындай адами қасиеттер өзінің бойында тұратын болса, бұл адамдарды текті деп есептеуге болады. Себебі оның ата анасында, ата тегінде бір жақсы адамдар өткен деп есептеуге болады. Мысалы, ана Құран кәрімде де Кахф сүресінде жаңағы Қызыр пайғамбардың хикаясы өткен кезде бір екі жетім балаға бір өзінен ата бабасынан қалған бір мұрасын тауып беріп кетеді. Сол кезде бұл балаларға не үшін оны тауып бердің деген кезде олардың ата анасы салих адамдар еді, жақсы адамдар еді дейді. Демек, ата анасы жақсы адамдардың араласқан ортасы да жақсы болады. Сол арқылы өзінің ұрпағына жақсы орта қалдырып кетеді негізінде. Жақсы айналасын қалдырып кеткеннен кейін ол адамдардың жақсылығы да жаңағы ұрпаққа тиеді деген сөз. Тектілік деген осылай ары қарай жалғасады. Сондықтан да біз қазіргі қоғамда ел алдында жүрген, қолында билігі бар, байлығы бар адамдардан кейбір жаңағындай сахауаттық, мәрттік көріп жатсақ, оның тегінде демек бір жаңағындай жақсы ата өткен, солардың тәрбиесін көрген, солардың генінен жалғасқан, тегінен жалғасқан бір жақсылықтың бар екенін сеземіз, көреміз. Бұндай мысалдарды енді жекелеген адамдардың атын атамасақ та, өзіне жаңағындай қолына байлық, билік берілгенде, басына іс түскен кезде адам өзін қалай ұстайды, адамдардың арасында сый құрметі қалай, соған қарап оның тегін бағалауға болады. Өзін сыйлата алса, өзінің жүрген жерінде, ортасында, адамдардың арасында сыйлы болса, ол демек сол текті ұрпақ деген сөз. Машалла. Енді ұстаз, осы сіздің өміріңізде тектілік туралы бір есте қалған оқиға бар ма? Енді өмірімізде тектілік туралы нақты бір оқиға деп айтпай ақ қояйық. Енді жалпы біз ата-анамыздан көрген тәрбиеміз, ата бабаларымыздың кім екендігін бізге ұқтырып өсірген. Сол арқылы тарихи деректерді де бізге білдіріп отырған, тарихи кітаптарды да бізге көрсетіп отырған. Сол арқылы біз сол кісілердің ұрпағы екенбіз деп өзіміз солай ұстағанбыз. Бір жерге барсақ та, мынау бәленнің балалары жаңағындай, түген әулеттің балалары деген сөзге лайықты болғымыз келеді жүрген ортамызда. Сондықтан да бұл оқиға енді көп қой, ондай естеліктер, жаңағыдай үлкен тұлғалы азаматтардан адамдарға осындай өнеге үлгі қалдыратын азаматтар көп. Сондықтан мен ойлаймын, мынау кейбір аталарымыздың айтқан сөздері есімізде қалса, сол тектілікпен берілген тәрбие ретінде есімізде қалады. Мысалы, менің өзім екі атамнан екі түрлі өсиетті мен ұмытпаймын ешқашан. Біздің әулеттен жаңағыдай діни, рухани салада оқыған адамдар үзілмеуші еді, сауатты адамдар үзілмеуші еді. Сен осы рухани салада білім ал, атаң сенен үлкен үміт күтеді, елің сенен үлкен үміт күтеді дейтін өз атамыздың маған қалдырған өсиеті бар. Жазып қалдырған тіптен оны. Одан бөлек мынау тағы бір немерелес атамыз болып келетін Хасен Оралтай деген кісінің айтқаны бар. Өмірде екі түрлі қолыңда диплом болу керек дейді. Мынау қағаз диплом дейтін болады, сосын адами диплом дейтін болады дейді. Білімге бағытталған диплом. Қағазды жаңағыдай қағаз сұраған жерге бересің, ал өзіңнің біліміңді білім сұраған жерге бересің. Адамдықты талап еткен жерге адамдығыңды бересің. Осындай дүниелік жаңағындай
құжаттарға да мән беру керек екендігі туралы кейбір жерлерде сөйлеу үшін, кейбір жерлерде жаңағыдай мінберлерде шығу үшін белгілі деңгейде құжаттардың да керек болатындығын, дүниелік мақсаттағы, ал негізгі адами құндылықтардың да сұралатын жері болатындығын, осы екі бұл нәрсе адамның екі қанаты сияқты деп бізге тәлім тәрбие берген. Сол бойынша келе жатырмыз. Адамдығымызды да барынша сақтауға тырысамыз. Әрі мынау айтып жатсыз ғой, сіз жаңағы басында таныстырған кезде PhD доктор, доцент деп деген сияқты. Бұл дүниелік атақтар, осы атақтарды да қосымша алып жүру керек. Құжаттарды да рәсімдеу керек. Мүмкін біреулерге сол керек болады, біреулерге жаңағы сіздің адамдығыңыз керек болады. Адамдық сұраған адамға адамдықты, атақ сұраған адамға атақты көрсету керек болады. Жаңағы Қожа Насырдың әңгімесі сияқты, же шапаным же дегендей, кейде адамдар сіздің сыртқы келбетіңізге, түр тұлғаңызға, атыңызға, затыңызға қарай мәміле жасауы мүмкін. Кейін келе, жүре келе сіздің ішкі жан дүниеңізге үңілуі мүмкін. Сондықтан кейде адамның осы сыртқы келбеті, сыртқы жүріс тұрысы да маңызды болып келеді кей жағдайда. Иншалла. Енді жалпы ұстаз, осы жастарды біздің елдің болашағы деп жатамыз. Енді осы жастарға жалпы тектілікті сақтау үшін не үйрету керек деп ойлайсыз? Бұл тақырыпты басында жаңағы алдыңғы сұрақты айтып кетті ғой деймін шамасы. Тектілікті сақтау бұл тек қана тәрбиемен болады. Өзінің тарихына, ұлтына, мәдениетіне адалдықтан, еліне, жеріне дейтін адалдықтан туындайды. Сондықтан адам өзінің шыққан жерінің не екендігін, кім екендігін білу арқылы ол өзінің өмірлік бағытын айқындайды. Сондықтан да біз ұлт ретінде сақталып қаламыз десек, ұлттық мәдениетті көтереміз десек, біз мынау әлемдік үлкен додада желініп кетпейміз десек, біз ұлттық мәдениетті көркейтуіміз керек. Ол үшін классикалық үлгіден гөрі қазіргі ұрпақтың санасына тезірек жететін жолдарды іздеуіміз керек болады. Мүмкін жаңағындай жастардың тілі арқылы, жастардың ортасы арқылы тәрбие жұмыстарын солай бағыттау керек болады. Заманың түлкі болса, таз боп шал дейді. Сондықтан заманымызға қарай, мына елдің ағысына қарай ұлттық дәстүрді, мәдениетті, тәлім тәрбиені беру үлгілерін де жаңарту керек, тезірек жаңарту керек, кеш қалмай тұрған кезде. Себебі қазіргі ақпарат өте тез, қоғамның дамуы да өте тез. Сондықтан бұл тұрғыдан өте тезірек қамданбасақ, біз қолымызды кеш сермеп қалатын боламыз. Жалпы жақсы ұстаз, келіп уақыт бөліп бізге келіп осыны тақырыпты ашықтап түсіндіріп бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алла разы болсын. Ал құрметті көрермен, сіздерге осы біздің подкаст өте пайдалы болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше сіздермен қоштасамыз. Ассалаумағалейкум.